Алай дүлей ақ боран, ышқына соққан соғық желдің өңменінен өтіп, темірдей қарығанына қарамастан, кішкене ғана жазықты әрі-бері кесіп жүрген ажар, інісінің даусы қай жақтан шығар екен деп, оқтын-оқтын құлақ түрген еді. Бірақ ешбір дыбыс ести алмады. Бағдардан бір жолы айырылған ол, енді бірде тіпті өзінің қайда тұрғанын білмей де қалды. Төңірегі аппақ сүттей қараң етіп көзге түсер ештеңе жоқ. Қалай жүрсе де бетін қарлы құйын қуған жазықтық. Аяғын басуға шамасы келмей әбден титықтаған інісін сәл ықтасын жерге отырғызып, өзі жақын маңды барлап келмекші болған. Ойынша алыстап кеткен жоқ сияқты, бірақ міне бір сағаттай болды. Тастап кеткен жерін таппай, інісінен адасып, ен даланы әрі-бері кезіп жүр. Марат! Осы бір көңілге әбден таныс жердің бәрі бірдей өзгеріп кеткен. Мана бесін кезінде ғана интернаттан қайтып келе жатқанда осы жермен жүріп өткен. Бар жоғы 5-6 шақырымдай жердегі ауылға қырды асса болды жетіп баратын. Бұл жол асыққаннан төтелеп жүреміз деп, қарсы алдынан соққан желден ықтап, бағыттан шатасты. Ажар әкесіне қатты ренжіген. Ренжімей қайтсын. Екі кештің арасында үйге кіріп келген ол, әкесінің бірдеңені қойнына жасыра қойғанын байқап қалды. Сөйтсе інісінің құлақшыны екен. Мына құлақшынды біреуге беруім керек болып тұрғаны, деді әкесі. Қарыз едік. Соны сұрап келіпті. Ақша жоқ десем, онда осы құлақшынды берсең де болады деп тұр. Берсек бере салайық. Мараттың 2 құлақшыны бар ғой. Бір қарыздан құтылып қалатын едік. Құлақшынды деймісіз? Неге береміз? Жүгіріп келген ажар, әкесінің қолына жармаса кеткенін өзі де байқамай қалды. Ол ағайдың берген сыйы ғой. Соның қарызы осы құлақшынға қарап қаппа? Мінезі жасы қызының ойламаған жерден шығарған мына қылығына ашуланған әкесі қолындағысын лақтырып жіберген күйі сыртқа шығып кетті. Бұдан бір апта бұрын үзіліске қоңыраудың болғаны сол еді. Аға пионер-вожатый классқа кірді. Оқушыларға түрлі тапсырмалар беріп жатыр. Алдыңғы қатардың бірінде отырған ажардың 2 көзі ағайының қолындағы сусары құлақшында. Шіркін, осындай құлақшынды Маратқа алып берер ме еді, деп ойлағаны сол еді. Осы сөздің аузынан қалай шығып кеткенін байқамай қалды. Оқушылардың барлығы оған қарап қалған. Ажар қысылғаннан не дерін білмей төмен қарай берген. Содан 2-3 күн өткен соң оны мектеп директоры шақыртты. Келсе аға пионер-вожатый да сонда отыр екен. 2-ші тоқсанды жақсы аяқтауыңмен құттықтаймын, деді мектеп директоры. Каникул кезінде Астанаға барып қайтуға біздің мектепке 2 жолдама келген екен. Соның біріне сені жіберуге ұйғардық. Бұл жөнде оқушыларға жиында арнайы айтатын боламыз. Тек өзіңмен алдын ала келісіп алайық дегеніміз ғой. Қуанышы қойнына сыймаған ол есіктен шыға бергенде аға вожатый оралған бір затты мұның қолтығына қыстыра салған. Жатақханаға келген соң ашып қараса, құлақшын, жап-жаңа, тіпті бағасы жазылған қағаздар жыртылмаған. Міне, енді бірер күннен кейін үйіне келген соң, ол Астанаға бара алмайтындығына көзі жетті. Интернатта оқып, еркіңше жүріп, әбден қыдырып болғансың. Енді біраз уақыт үйге қара, деді әкесі. Бірақ онсыз да бара алмайды екен. Неше күннен бері от жағылмаған, салқын үйде жатқан Мараттың 2 беті алаулап, дене қызуы көтеріліп кетіпті. Ал әкесі болса, мынау. Ана сиырды байласаңдар қайтеді, үйге көмілмей, деген әкесінің барлыққан даусынан селк еткен ажар сыртқа жүгіріп шыққанда,
Қора сыртында әкесімен сөйлесіп тұрған, мұрны қызарып, екі беті қап-қара болып күйіп кеткен бейтанысты көрді. Жанынан өткенде әлгіден шыққан күлімсіз мұның мұрнын жарып жібере жаздады. Малды шайғап үйге кіргенде тұнжырап отырған інісіне көзі түсті. «Көкем ақыры құлақшынды алып кетті», деді қасында жатқан ескі құлақшынды қолымен нұсқаған інісі. «Әзірше осы жетеді дегеннен кейін мен ештеңе дегенім жоқ. Тағы да ұрама деп қорықтым. Қасындағысы болса жақсы құлақшын екен, ең болмағанда 2 бөтелке қызыл болар» деп қуанды. «Қараң қалсын мұнда үй, жүр кеттік, сатылмаған не қалды енді мұнда? Енді сенің гейіңмеңе түсті ме? Осы бала ауырып жатыр-ау деп ойлайтын түрі жоқ. Кейін». Марат қайда барамыз деп сұраған жоқ. Біліп тұр қайда баратынын. Тіпті интернатқа баратынына қуанғанын қайтерсіз. Бірақ олар қараңғы түсіп, тыстағы желдің күшейіп, қырдың басында боранның құтырына соғып тұрғанына мән бере алмай қалды. Ауылдан шыққанда әжептәуір соғып тұрған жел асуға келгенде аш бөрідей жалаңдап, барынша өдеп, айналаны көрсетпей жіберді. Тез жету үшін төтесінен жүрген еді. Бекер олай еткендігін кейін білді. Адасты. Інісін қайда қалдырды біліп болмайды. Бүкіл төңіректі қамтыған ақ боран бір толастар емес. Апам тірі болса ғой шіркін. Ең болмағанда әжем байғұс тағы да 4-5 жыл өмір сүргенде, деп ойлады бір кезде. Қыз анасының соңғы сөздерін есіне алды. Мына ауру мені меңдетті, әстейіңді мен алмай қоймас, деген еді әкесіне. Артымда көзімнің қарашығы, 2 балам қалып барады. Оң мен солын білетін дәрежеге жеткізе алмағаныма армандам. Келешекте осы балаларынан арақ жақын болып кетеме деп қорқам. Сонда қыз ойына ішкілік болмай қалғанда әкесінің бәрінің әпшісін қуырып жіберетіндігі түскен еді. Ондайда әжесінің арақтан басқа ештеңені ойламайсың. Тапқаның бір тамағынан артылмайды. Енді жас емессің, бір ауық бала шағаңды ойлайтын уақытың жетті, деп ұрсатыны болатын. Ал Ажарға ештеңесінің керегі жоқ. Тек үйге ішпей келсе, анасына орынсыз тиіспесе болды. Анасының өмірінің соңғы сәттері көз алдында мәңгілікке тұрып қалған мұның. Анасының аялы үлкен көздері әлсіз ғана ашылып жабылып жатыр еді. Бұларға қарап әлденені айтқысы келгендей болды. Терең әжімдерінен аққан тер жастыққа құйылып жатыр. Бірде өзін шақырғандай болды. 2 көзімен тесіп барады. «Бара ғой жарығым, маңдайыңды ескетші», деді әжесі. Жанына шақырып жатыр ғой. Жай ғана жақындап, маңдайын анасының иегіне қоя бергенде, бірдеңе деп сыбырлағандай болды. Түсініксіз сөздердің ішінде Марат деген сөзді анық естігендей болды. Сөйткенше болған жоқ, анасының мұздай бетіне тиіп кетіп денесі дір ете қалды. Енді бірде көзін жұмып, қанша уақыттан бері қимылдауға шамасы келмей жатқан денесінің құрысын жазғысы келгендей, керіліп барып, бүкіл денесі ұзарып кетті. Сол есіне түссе... Құрметті тыңдарман, әңгіменің екінші жалғасын алғашқылардың бірі болып тыңдағыңыз келсе, каналыма жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыз.